Баршаңызға сәлем. Бүгін біз аяқ киімдер нарығы жайлы ақпарат беретін боламыз. Қазақстандағы баға өсімі 2025-26 жылдардағы дерек бойынша аяқ киімдер бағасы шамамен 12 және 15%-ға өскен. Бұған логистика мен импорттық шығындардың артуы себеп. Спорттық аяқ киімдер нарығы 2030 жылға қарай $100 миллиард жетеді деп болжануда. Қазіргі адамдар сапа мен бренд үшін артық төлеуге дайын. Мысалы, осы Adidas брендінің әйелдер спорттық киімін алатын болсақ, бұның бағасы шамамен 159.990 теңге. Ал бұл өзінің сапасына бағасы сай ма? Ал бұл 50% скидкамен 87.990 теңге. Бұл біздің айлық жалақымызбен тең. Қымбат аяқ киім аларда бірінші брендке емес, амортизацияға қараңыз. Егер табаны тым қатты болса, омыртқаңызға немесе өкшеңізге зиянды алып келеді. Ал статистика бойынша дұрыс таңдалмаған аяқ киім адамның еңбекке деген қабілеттілігін 20%-ға дейін төмендетеді. Аяқ киімдерді кешке сатып алған дұрыс, өйткені кешке аяқ ісінеді деген лайфхактарды ұмытпаңыз. Біз тек аяқ киім емес, сол брендті сыйлайтын статусты сатып аламыз ба? Яғни психологтың айтуынша, қымбат кроссовка киген адамдар өзін қатты сенімдірек сезінеді. Бірақ осы сату орталығының бағаларына қарап отырып, осы сенің құны тым қатты жоғары болып кетпеді ме деген сұрақ туады. Әлемдік статистикаға сенсек, яғни 2026 жылға қарай люкс емес, яғни масс-маркет сегменті 94%-ын иеленіп отыр. Яғни демек осы трендтерден гөрі практикалыққа сеніп отыр. Біз бүгін сауда орталықтарының құпиясын аштық. Яғни біз статистика мен деректерді сараладық. Келесі жолы аяқ киім таңдарда тек бағасына емес, сапасына, қалай жасалу жолына мән беріңіз, өйткені сіздің денсаулығыңыз өте маңызды. Сән тарихында биік өкшелер әу баста әйелдерге емес, билік иелеріне арналған еді. Француз король Людовик 14 ғасырда, яғни күн королі қызыл өкшелі аяқ киімді ақ сүйектердің ең жоғарғы символына айналдырды. Неге қызыл? Өйткені бұл түс байлық пен айбынның белгісі. Король тіпті арнайы жарлық шығарып, мұндай аяқ киімді тек оның сарайында жақын таңдаулы шенділерге ғана киюге рұқсат берген. Канаданың қақ ортасында орналасқан бұл ғимарат әлемдегі ең үлкен аяқ киім мұражайы. Мұнда Соня Бата есімді коллекционердің 50 жыл бойы жинаған қазынасы сақтаулы. Самурайлардың аю терісінен жасалған етігінен бастап, Элвис Пресли мен Мерлин Монроның аяқ киімдеріне дейін осы жерден табылады. Ең қызығы, ғимараттың өзі алып аяқ киім қорабына ұқсатып салынған. Бұл жерге кірсеңіз, 4500 жылдық тарихты өз көзіңізбен көресіз. Алтыннан құйылып гауһармен көмкерілген. Бұл әлемдегі ең қымбат аяқ киім, Passion Diamond Shoes. Оның құны $17 миллион. Бұл ақшаға бірнеше люкс вилла немесе жеке ұшақ сатып алуға болады. Туфлидің дизайнына зер салсаңыз, оның ұшында жарқырап тұрған 15 караттық 2 алып бриллиантты көресіз. Оған қоса жиектерін 200-ден астам кішігірім гауһар тастар безендіріп тұр. Ең қызығы, бұл аяқ киімнің ішкі жағына бренд логотипі де алтыннан ойып жазылған. Бұл сән мен байлықтың шегіне жеткен нүктесі.
Бүгінгі таңда аяқ киім жай ғана киім емес, бұл сіздің статусыңыз, көзқарасыңыз және инвестицияңыз. Қазіргі сән әлемінде ескі қағидалар бұзылып, жаңа трендтер қалыптасып келеді. Сонымен 2026 жылы нарықты кімдер билеп тұр? Көш басында Nike. Олар технологиялар мен инвестицияны ұштастырып отырып, аяқ киімді гаджетке айналдырды. Бірақ қазір Nike'дің өкшесі New Balance басып келеді. Егер бұрын бұл брендті тек жайлылық үшін таңдаса, қазір ол эстетика мен old money стилінің символы. New Balance'тың әрбір жаңа релизі сән әлемінде үлкен дүрбелең туғызып, нағыз трендтерге айналды. Ал Adidas болса, ретро стильді қайта тірілтті. Олардың классикалық модельдері көше сәннің ажырамас бөлігі болып қала бермек. Сонымен қатар қазіргі таңда Asics пен Salomon сияқты брендтердің танымалдылығын күрт артты. Бұрын тек кәсіби спортшыларға арналған бұл аяқ киімдер бүгінде подиумдар мен қала көшелеріндегі ең басты must-have затқа айналып үлгерді. Бұл горбгор стилінің, яғни ыңғайлылық пен функционалдықтың жеңісі болып қала бермек. Қазіргі тренд тек қана әдемілік емес, брендтер экологиялық таза материалдар мен қайта өңделген пластикке көшіп жатыр.